Саламатсыздар ма, құрметті ағайын, каналымызға қош келдіңіздер. Менің есімім Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов, дәрігер, торакалды хирург, пульмонолог. Өзіміздің бағдарламамызды жалғастыру барысында мынандай сұрақтарды туындап жатыр. Өкпеде тағы да қандай ақаулар болады деп. Өкпеде тағы да ақаулардың мынандай түрі бар. Жастада да, кәріде де, балада да, қыз болсын, ұл болсын бәріне кездесетін дүние бұл пневмоторакс. Пневмоторакс деген бұл қандай ауру? Қалай айтсам екен? Киноларды көріп отырсаңыз, әрқашанда кинода былай көрсетіп, дәрігерлер жайлы. Адам шай ішіп отырып немесе құлап қалады, есен танып жатқан кезінде әше бір дәрігер шығады да кеуде қуысына бір клапанды салып, ауаны шығарып, адам демала бастайды. Әйтпесе адам өліп кетіп жатады. Сондай сияқты ауру. Пневмоторакс деген бұл кеуде қуысына ауаның жиналуы. Ауа жиналған сайын өкпе қысылып, адамның тынысы тарылып жатады. Көріністері қандай? Ентігу, құрғақ жөтел, кеуде қуысындағы қай жағы жарақаттанды, соған байланысты ауырсыну. Тыныс жиілігінің жоғарылауы және де қан соғысының, тамыр соғысының, жүрек соғысының үдеуі, күшеюі. Сонда бұл неден пайда болады? Бұл өкпенің созылмалы ауруларына байланысты, инфекциялық ауруларға байланысты және травмаларға байланысты болады. Бұның қандай түрлері болады тағы? Шектелген түрі болады, ограниченный, немесе жаңағы тоталды түрі, бүкіл өкпенің жатып қалуы, нақа болмаса жаңағы орташа деңгейдегі. Соған байланысты бұның түрлері бар. Енді бұның жаңағы ашық түрі бар, клапанды түрі бар, және де жабық түрі бар. Жабық түрі көбінесе сыртқы кеуде қуысы сау, бірақ өкпенің органикалық ауруларына байланысты өкпенің тесілуі. Сол тесілген жердегі ауаның қалып қойып, ұлғаюы, немесе толық бір өкпенің жатып қалуы. Машинаның, баллонның кәмірі тезіліп қалса, баллонның жел шығып кетеді ғой. Сол сияқты өкпеде де жел шығып кетеді. Ол сіздің кеуде қуысындағы ағзалардың бәрін қысып тастайды, жүректі қысып тастайды, тіпті өлімге де алып келуі мүмкін. Енді бұл жаңағы травмадан да болады дедік. Адам құлап қалған жағдайда, қазіргі кезде қыстың кезі мұз айдынына барады жастар, сол кезде тайып құлап жатады, немесе шаңғы теуіп құлап жатады, немесе стройкада жұмыс істеп жүріп, есік алдында да жүріп құлап қалып жатады. Қабырға сынып кеткен кезде, қабырға сынып, өкпені тесіп жіберсе, нақалмаса сыртынан бір бөгде зат кіріп кететін болса, мысалға пышақ дейді, немесе жаңағы сүйір, острый предметтермен кеуде қуысына тесіп кететін болсақ, әрине бізде өкпе тесіліп, соны клапанды пневмоторакс болуы мүмкін. Өйткені біздің ішіміздегі атмосфера теріс, сырттағы оң. Сонда оң қысым ішке қарай кірген сайын, адам демалған сайын ішіне ауаны сорады сырт жақтан, ауа жинала береді, бірақ шықпайды. Соны клапанды пневмоторакс дейді. Сол себептен көп жағдайда адамдар көз жұмып қалуы мүмкін. Және де мысалға реанимацияда жатқан кезде ИВЛ аппараты дегенді қазір бәріміздің құлағымыз үйреніп қалды ғой. Сол ИВЛ аппаратында да осы пневмоторакстар болуы мүмкін. Бұның емі қандай? Бұның емі тек қана хирургиялық. Дренаж түтігін қою, немесе шектеулі болатын болса, бұны жаңағы өзінің арнайы инелерімен сорып алып тастауға болады. Бірақ жаңа жоғарыда айтып кеткендей, ашық және жабық түрі болады деп. Ашық түрі болатын болса, ауа ұлғая береді, өкпе қысыла береді. Оны инемен қашанға сорып отырасыз, сол себептен дренажы түтік қойып, жаңа билау системасын, жүйесін қосып, адам 5-7 күнде қайтадан жазылып қалады. Бұның тағы да біріншілік түрі бар, сосын қайталана беретін түрі бар. Алдыңғы бағдарламаларда айтып кеткен өкпенің булезді ауруларында осы пневмотораксты қозғағанбыз, бір асқынулардың бірі деп. Егерде булалары ағзада көп болатын болса, өкпесінде біреу тесілді ма, біраз уақыт өткеннен кейін екіншісі тесілуі мүмкін. Сол себептен бұл жағдайлар жиі кездеседі. Ол жасқа да қарамайды, бұл жынысқа да қарамайды. Сол себептен адам сақ болу керек. Бұның тағы да екі жақты түрі де болады. Кейбір кезде екі өкпеде бірдей тесіліп жатады. Бұны кейін бір бағдарламалар айтып өтермін. Менде бұндай жағдай болды бір науқасымда. Бірақ Құдайға шүкір, дін аман, қазір кезде ойнап күліп шауып жүр. Сол себептен денсаулықтарыңызға қараңыздар. Егер де жаңағыдай айтып кеткендей құрғақ жөтел, тыныс алудың, жүрек соғуы жиілей бастаса, бір жаңағы ОРВИ немесе пневмониядан кейін біраз уақыт өткеннен кейін бірден дәрігердің көмегіне барыңыздар. Келіңіздер, кеңесін береміз. Бұның емі салғырттықты қарамайды. Уақыт әрқашан шектеулі.
сау болыңыздар.